Қайырлы күн, құрметті достар. Міне 6-шы рет осымен біздің жетістікке жететін адамның күнделігі шығып тұр. Қолымызға тиді. 23 жылға арналған. Осыған дейін өздеріңіз білесіздер, бірнеше рет күнделік шықты. Әртүрлі авторлар, әртүрлі баспалар. Бірақ оның ешқайсысы жалғасқан жоқ. Шыққаннан кейін келесі жылында тоқтады. Өйткені қазақша шыққан бірінші күнделік түпнұсқа деуге болады. Сол жағынан осы 2017 жылы шыққан, міне 6-шы рет шығып отыр. Сонымен қысқаша түсіндіріп өтейік. Бас жағында әдеттегендей күнделіктің иесі туралы, оның байланыс номері деген сияқты ақпараттар. Одан кейін жыл басындағы және жыл соңындағы суреттер. Оның астына сіз салмағыңызды жазуыңызға болады. Бұл сізге жыл бойы өз-өзіңізді бір күтіну үшін, дене сымбатымен айналысу үшін соған бір итермелейтін функциясы күнделігіміздің. Одан кейін күнделікті қалай толтыру керек екені туралы қысқаша нұсқаулық. Одан кейін ай сайынғы кәдімгі өмір басталады қысқасы. Әр айдың басында сізге бір айқырма бет беріледі. Осы беттің ортасына сіз табысыңыздың бір бөлігін, жоқ дегенде 10-нан 1-ін салып, екі бетті бір-біріне жабыстырып, желімдеп тастап отырсаңыз, жылдың соңында сіз ол жерден біраз ақша алып шығасыз. Одан соң қаңтар айына арналған, мысалға әрбір айға арналған жоспарлар береді. Ол жоспарда сіз өзіңіздің бір әдеттеріңізді қалыптастыруға, пайдалы, зиянды нәрселерден құтылып, пайдалы нәрселерге бір ниет қылуға арналған осындай бір әдемі жоспар. Ол да өзінше ойластырылған. Одан кейін сізге күнтізбе беріледі. Күнтізбенің әрбір күнінің тұсында мәтін жазуға болатын шағын орын бар. Сіз сол күн айды жоспарлаған кезде осындай уақытта осындай бір шара бар, осындай баратын жерім бар, осындай нәрсеге ниеттенем, мақсат қоям десеңіз, соны қысқаша жазып қоюға болады, сосын арасында қарап отырасыз. Оны ұмытып кетпеу үшін, оны үнемі есіңізде сақтап отыру үшін керек болады. Одан соң бос орындарда, ең үлкен орындарда біз пайдалы, ең мықты деген, сізге бір барынша пайдалы болады деген мәтіндерді қостық. Одан кейінгі биылғы жылғы жаңалығымыз әрбір күн бұрын жолақ болып берілетін болса, енді бір еркін стильмен әдемілеп қошақ қоятындай қып істедік. Бұл сіздің еркіндігіңіз үшін, көзге әдемі көріну үшін, және де 5 жыл бойы қолданып жатқан кісілер кішкене жалыққан болса, соларға бір жаңалық болсын деп істедік. Одан соң биылғы жылғы жаңалығымыз сәрсенбінің астындағы мәтіндерді мына жаққа көлденеңінен жібердік те, мына сәрсенбінің астына осыдан 2 жыл бұрынғы тәжірибемізді қайталап, оқырмандардың сұрауы бойынша әрбір күннің кіріс шығысын есептейтін орын қалдырдық. Бұл сізге ай бойы өз-өзіңіздің бюджетіңізді бақылап, келесі айға жоспар құру үшін керек дүние. Әр айдың жоспарында, қорытындысында сіздің жұмсаған ақшаңыз, тапқан ақшаңыз, қалай тапқаныңыз жазылатын орын бар. Сол екеуі бір-бірімен байланысты. Одан кейін әрбір күннің тұсында мынандай бір 3 дөңгелекше бар. Жыл сайын қолданып жатқан кісілер біледі, бірақ жыл сайын жаңадан қосылған кісілер осы нәрседен қателесіп жатады. Бұл сіздің жақсы, жағымды әдеттерді қалыптастыруыңыз үшін және зиянды әдеттерден құтылу үшін керек нәрсе. Әрбір 3 дөңгелекшенің әрбірін сіз бір әдетке арнаңыз. Мысалға, сіз таңертең ерте тұрам деген ниетіңіз болса, бірінші дөңгелекшені соған арнаңызда таңертең ерте тұрған күндеріңізді ғана бояп отырыңыз. Сосын қаңтар айы біткен кезде кітаптың күнделіктің соңын ашасыз да, соңында тұрған бос графикаларды бояйсыз. Мысалға, қаңтар айында сіз 25 күн ерте тұрған болсаңыз, сол 25 4 бұрышты арасында орын қалдырмай бояп шығасыз астынан бастап. Келесі айда сіз ақпанда 28 күн бойы ерте тұруға тырыссаңыз, сол кезде 10-да бояйсыз мысалға. Бірақ сіз көбірек ұйықтап қалған болсаңыз, әдетіңіз кері кетіп бара жатқанын байқауыңыз болады. Мысалға, 20 күн ғана ерте тұрсаңыз, яғни қаңтарда сіз көбірек орындадыңыз, уәдеңізді өз-өзіңізге берген, ақпанда азырақ болды деген сияқты. Сол үшін наурызда көбейтуге тырысасыз. Ал керісінше болған жағдайда, мысалға, сіз бір темекіні қоюға тырысатын болсаңыз, екіншісін соған арнадыңыз дейді, мысалға. Онда сіз темекіні тартып қойған күндеріңізді белгілеуіңізге болады. Сонда сіз келесі мына 3-ші бояйтын, 2-ші бояйтын жер әрқайсысына бөлек-бөлек график арналған. Сол жерде сіз астынан бастап белгіледіңіз, мысалға 8 күн темекі тартып қойдыңыз, келесі айда 15 күн тартып қойдыңыз деген сияқты. Сіз демек кері кетіп барасыз деген сөз. Ал керісінше болса, мысалға басындағы бірінші айға қарағанда екінші айда азайса, онда сіз дұрыс келе жатырсыз деген сөз. Солай өз-өзіңізді бақылау үшін керек дүние. Сосын әр айдың соңында әрине қорытынды бар. Одан соң осы 12 ай қайталанады да, әрбір мына
күнделікті толтырып отырып, мына жердегі пайдалы мәтіндерді сіз сол уақытта оқығаныңыз пайдалырақ болады. Басында оқып тастап қарамай қойғаннан гөрі сол мәтіндерді бойыңызға сіңіріп, ойланып оқып отырсаңыз, бұл күнделік сізге барынша пайдалы болады деген ойдамыз. 23 жылы өз-өзіңізді дамытып, жақсы әдеттерді қалыптастырып, жаман әдеттерден құтылып, біршама ақша жинап алып, 12 айда осындай 23 жылды өткізіп, келесі жылы Алла амандығын берсе, 24 жылға дайындалуыңызға болады. Алдағы жыл енді бәрімізге бейбітшілік әкелсін, жақсылық әкелсін, тек қана бір қуанып осындай уақытта кездесуге жазсын.